Бірнеше айда ертістен өтіп, Хорезмге жетіп келген моңғол әскері Самарқанда отырған әмірлердің үрейін ұшырды. Біріншіден, олар моңғол жасақтарынан мұндай жылдамдықты күтпесе керек. Екіншіден, сарай билігінде Хорезмшах Мұхаммед екіншінің ықпалы әлсіреп, анасы Теркен хатунның билігінің күшейе түсуі елге басып кірген моңғолдарға қарсы нақты бір әскери жоспар құруға үнемі кедергі жасап отырды. Үшіншіден, Хорезмшах қолбасшылары Шыңғыс ханның әскери өнерін жеткілікті бағаламады. Орта Азияның берік қамалдарына кіріп алып, қорғаныс жүргізсек, моңғолдар аз суы таусылып, өздері кері шегінеді деген үмітке алданды. Шын мәнінде, Қытайды жаулап алғанда Шыңғыс хан қамалдарға шабуыл жасау тәсілдерін меңгеріп қана қоймай, сол дәуірдегі ең озық соғыс техникаларын, қамалға тас атқыштарды, өз заманының дәлдеп атқыш қаруларын талай ғасырлар бойы жасап келген қытайлық шеберлерді пайдаланған болатын. Ал бұл соғыста шешуші рөл атқарды деуге болады. Сонымен, әкесі Шыңғыс хан екі ұлы Шағатай мен Үгедейді Отырарды басып алуға қалдырып, өзі Самарқанға аттанды. Отырарға шабуыл бастамас бұрын, моңғолдар әдеттегідей қала тұрғындарына хабаршы жіберіп, бейбіт түрде берілуді, егер бағынбаса, аяусыз қырғын болатынын ескертеді. Алайда қала билеушісі Қайыр хан бағыну талабынан түбегейлі бас тартты. Енді Қайыр хан деген кім? Хорезмшах не себепті оны Шыңғыс ханға ұстап бермеді? Осыған келейік. Қайыр хан Отырар жерінің перзенті, шыққан тегі бір деректерде Қыпшақ тайпасынан, енді бірде Қаңлы тайпасынан делінеді. Тіпті Хорезмшах Мұхаммед екіншінің әкесі Текеш өз хатында Қайыр ханды ұлым деп көрсеткен екен. Ал кейінгі тарихшылар Қайыр ханды Хорезмшахтың анасының жақын туысқан деп айтып жүр. Қалай дегенмен, дәл сол кезде Хорезм еліндегі биліктің едәуір бөлігі Теркен хатунның қолында болды. Ол қызметке өз жақындарын қойып отырды. Оның үстіне Қайыр хан Шыңғыс хан жіберген көпестерді өлтіргенде, оны жазаламауының сыры осы туысқандық болуы әбден мүмкін. Қайыр хан тұсында Отырар үлкен шаһарға айналды. Жаңа ғимараттар бой көтеріп, дүниенің түкпір-түкпірінен сауда керуендері Отырарға келіп жатты. Қалада 50 мыңға дейін әскер ұстаған Қайыр хан елдегі басты саяси тұлғалардың біріне айналған болатын. Әкелерінің бұйрығын алған Шағатай мен Үгедей қаланың берілмейтініне көздері жеткесін, қаланы түгел қоршауға алады. Теңіздің толқынындай 150 мың моңғол әскері күні-түні қала қақпасына шабуылды тоқтатпады. Қаланы қорғаушылар бар болғаны 50 мың адам еді, әрі оның арасында қарапайым Отырар халқы да болды. Моңғолдар Қытайдан әкелінген шеберлерді қолданып, арнайы соғыс қаруларымен қала қақпасын бұзуға кірісті. Алғашында қаланың азық-түлік қоры және адамдардың сенімі мықты болды. Оның үстіне Қайыр ханның күндіз-түні қала қорғанысынан бастап, күзеттегі әскерге дейін өзі тексеруі моңғолдардың шабуылын әлдеқайда тойтарып тастап отырды. Отырар ірі қала болатын. Моңғолдардың қаланы толық қоршағанның өзінде азық-түлік бірнеше айларға жететіні белгілі. Оның үстіне Үргеніштен көмекке 20 мың қосымша әскердің шыққаны туралы хабарды естіген отырарлықтар одан әрі жігерлене түсті. Қаланы негізінен Қыпшақ жігіттер мен Отырар халқы қорғады. Шабуыл кезінде
ғасырлар бойы тұрғызылған шығыс өнерінің тамаша архитектуралары тас-талқан болды. Мыңдаған адам жер жастанды. Ал уақыт өткен сайын қалада азық-түліктің де тапшылығы сезіле бастады. Кейбір деректерде отырарлықтар 2 ай бойы нәр татпаған көрінеді. Алайда үргеніштен көмек келет деген үміттің жетегінде жүрген қарапайым халық та, қала әскері де қарсыласуды тоқтатпады. Жан-жақты барлауға жіберген моңғол әскербасылары отырарға құпия жолдармен келіп тұрған су жолдарын тауып оны бітеп тастайды. Енді қалада аштықпен қатар су тапшылығы басталады. Осы кезде соғысудың ешқандай мәнін таппаған Қайырхан әскербасыларының бірі Қараджа Қажып деген адам соғысты тоқтатып, жауға берілуді ұсынады. Алайда Қайырхан өзіне сенген халқына және Хорезмге адалдығын сақтап, бұл ұсыныстан түбегейлі бас тартты. Қайырханның берілуге көнбейтінін түсінген Қараджа Қажып түн болғанын күтті. Жанына өзін жақтаған аздаған әскерді ертіп, қаланың Сұфыхан қақпасынан шыға берген сәтте, қаланы кірпік қақпай қоршап тұрған моңғол жасақтары оларды тұтқынға алып, ханзадалардың алдына келеді. Қараджа Қажып отырар қақпасын ашып берді дегенді айтушылар көбейді, ал шындығында ол қақпаны ашып берген жоқ. Өзі сияқты басын аман алып қалуды ойлаған нөкерлермен бірге Сұфыхан қақпасынан қашып шыға бергенде тұтқынға түскен. Міне осы сәтті пайдаланған моңғолдар қақпадан басып кірген еді. Сол дәуірді жазып кеткен тарихшы Жувейнидің еңбегінде де Қараджа опасыздық жасамаған, тек аман қалу үшін қақпадан түнделетіп қашып шыққандығы айтылады. Шығыс тарихының білгірі француз тарихшысы Оссын өзінің Шыңғыс ханнан Әмір Темірге дейін деген кітабында былай жазады: Қараджа түн қараңғылығын пайдаланып, таңдаулы жасағымен қаладан шығады, бірақ сәтсіздікке ұшырап қолға түседі. Жанын сақтау үшін Шыңғыс ханның құзырына қызметке кірмек ниетін білдірген. Алайда моңғол билеушісі Қараджа Қажыптың бұл ісін сатқындық деп есептеп, басын алған екен. Қаланың бір қақпасы ашылғанымен, отырар әлі толық тізе бүкпеді. 5 айдан астам уақыт бойы моңғолдар Қайырхан отырған сарайға басып кіре алмады. 20 мыңға жуық әскер қалған билеушінің қол астында тіпті жасы келген қала тұрғындар да бірге шайқасты. Қабырғасы берік ішкі сарайға бекінген Қайырхан қалайда Шыңғыс ханның қолына түспеуді ойлады. Жан алысып жан беріскен қамал ішіндегі шайқас та 1 айға созылды. Ең соңында Қайырхан мен 2 серігі қалғанда олар қамалдың биік төбесіне шығып кетеді. Ханзадалар қайткен күнде де тапсырмаға сәйкес Қайырханды тірілей ұстауға ұмтылады. Көздері қанталаған Қайырхан бекіністің үстіне шыққан Шағатай мен Үгедейге қарсы ұмтылады. Осы кезде Қайырханды моңғол садақшысы жебемен атып жаралайды. 6 айдан астам жаумен алысқан Қайырханды ақыры тірілей қолға түсіріп тұтқындап, Шыңғыс ханның алдына алып келеді. Қаншама әскері отырар түбінде жер жастанған Шыңғыс хан оны қатыгездікпен өлтіреді. Күллі Азия көз тіккен ғасырлар бойы қаншама еңбекпен салынған отырар шаһары өртке оранып, орнында үлкен үйіндісі ғана қалды.